Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, қадірменді бауырлар. Осы соңғы кездері әлеуметтік желілерде, ақпарат айдынында кейбір кісілер тарапынан асыл дініміз ислам дінін қаралап, пайғамбарымызға түрлі жала жауып, тіл тигізе бастады. Қасиетті Рамазан айында оразасын ұстап, намазын оқып, дұғасын жасап, сауап істерді молайтуға асығып отырған халқымызға, сондай-ақ талай ғасырдан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан шынайы дінімізге күйе жаға бастады. Құрметті бауырлар, әуелі мынаны біліп алуымыз керек. Біріншіден, біз қазақ халқы кеше мұсылман болған жоқпыз. Біздің тарихымызда, салт санамызда таза халықпыз. Аллаға шүкір, қазақ халқы ислам дінін ақылмен, бейбітшілікпен қабылдап, Алланы жалғыз деп танып, пайғамбарды хақ деп біліп бұйырған құлшылығын орындап, кәлимасын тілінен тастамаған халық. Ислам дінін арабтың діні деп емес, жаратқан Алланың хақ діні деп сенген халық. Мұнымен қоса, біздің ата-бабамыздың ешбірі, біздің ұлттық дініміз, ата-баба дініміз тәңіршілдік деп ұрпағын тәрбиелемеген. Бабаларымыз ғасырлар бойы ислам дінін ұстанып келді. Қала берді қазақ даласынан әлемге әйгілі көптеген ғалымдар шықты. Отырар, Түркістан секілді руханиятқа бай қалаларымыздан Әл-Фарабиден бастап, талай фарабилер, Ахмет Яссауи, Игуники, Хусамиддин Сағанақи, Хибатулла ат-Тарази сынды дініне берік кемеңгер тұлғалар, кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Ахмет сынды қазақ ағартушылары мен зиялылары дінім деп, ұлтым деп жырлап өтті. Әрине біздің тарихымызда небір қилы кезеңдер орын алды. Бір кездері ата-бабаларымыздың мұсылмандығы таразыға түсті. Сонда да ислам діні қазақ даласында өз ықпалын жоғалтпады. Мысалы, бабаларымыз тәңіршілдікті ұстанған моңғол шапқыншылығына ұшырап, Шыңғыс ханның ұрпақтарының қол астында бір ғасырдай уақыт тіршілік етсе де, біздің ата-бабаларымыз мұсылманшылықтан, яғни исламнан қол үзген жоқ. Соның нәтижесінде Алтын Орда ханы, Өзбек ханның тұсында қазақ даласында ислам діні мемлекеттік дәрежеге көтерілді. Сондықтан бүгінгі күні қазақ халқын тарих сахнасында мұсылман ұлт ретінде қалыптасты деп айта аламыз. Екіншіден, тәңіршілдік ол дін емес. Бұл дін емес деп айтатынымыз қандай да бір наным сенімнің дін болуы үшін оның қасиетті кітабы, жазбасы, пайғамбары болу керек. Егер тәңіршілдікті дін деуге келетін болса, оның қалыпты дін атаулыға тән пайғамбары, немесе қасиетті мәтіні болу керек. Нақты білімі мен жүйеленген шариғи және ғылыми заңдары болу керек. Сонымен қатар, кейбір кісілер исламды араб ұлтына теліп, бүгінгі еліміздің мұсылман қауымын араб құлдар деп келемеждеуде. Әлемде қаншама ұлт ұлыстан тұратын мұсылмандар бар. Сонда олардың барлығы араб құлдар болғаны ма? Ислам араб пен араб еместің ұлтына немесе ұстанымына қарамайды. Керісінше, араб емес кісі араб ұлтының алдында өзінің Алладан қорқатын діндарлығы мен тақуалығы мен дәрежесі жоғары болады. Біздің құлшылықтарымыз араб ұлтына емес, жаратушы бір Аллаға ғана арналады. Ислам діні Алла Тағала тарапынан жіберілген соңғы әрі иләһи дін. Ислам діні өзінен алдыңғы иләһи шариғаттардың бәрін толықтырушы әрі кәміл дін. Алла Тағала бұл туралы қасиетті Құран кәрімнің Әлі Имран сүресі
19 аятта бұлай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннад-дина индаллахил ислам. Шүбәсіз, күмәнсіз, Алланың құзырындағы шынайы дін ислам діні. Ал Али Имран сүресі 85 аятта Құдай тағала бұлай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кім исламнан басқа бір дін іздесе, одан ол әсте қабыл етілмейді, ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады деген. Сондықтан біздің халқымыз дінім ислам, Құдайым Алла, пайғамбарым Мұхаммед деп бір сенімнен ажырамай кәлимасын жүрегіне бекіткен халық. Халықты, елді араңдатып, ұлтаралық, дінаралық алауыздықты қоздыруға болмайды. Бұл үлкен күнә. Ал мұсылман ретінде айтарымыз, біздің жолымыз айқын. Аллаға шүкір, біз өз жолымызды кешегі бабалар салған сара жолды ұстанып, дінімізді, құлшылығымызды орындап, ұрпақтан ұрпаққа аманат ете беретін боламыз. Сондықтан Аллаға, пайғамбарға, барша мұсылман халқы бет бұрған қасиетті құблаға тіл тигізіп, шектен шыққан кісілерге айтарымыз, лезде тәубаға келіңіздер. Алладан қорқыңыздар.